Сәлем достар, мені каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай керемет борщ дайындаймыз. Менімен бірге болып, қалай дайын болатынын біліп алыңыздар. Алдымен бізге дәл осындай сүйектер қажет болады. Еті бар, оған су құйып, әдемілеп қайнатып аламыз. Қайнап шыққаннан соң көбіктерін әдемілеп алып тастаймыз. Сосын екі қызылшамызды пісіріп аламыз, суға қайнатып. Қайнап тұрған сорпамызға пияз саламыз, лавровый лист саламыз, укроп салып, помидор салып, тағы да қайнатып аламыз. Ол қайнағанға дейін біз картошкаларын турап аламыз. Картошканы дәл видеодағындай етіп турап аламыз. Достар, мен тұрақты түрде аптасына 3 рет жаңа видео шығарамын. Сіздер соны жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырау кнопкасын баса кетіңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Болгарскийді дәл видеодағыдай етіп турап аламыз. Егер дәл осы рецепт бойынша жасап жатсаңыздар, комментарий бөліміне жаза кетсеңіздер болады. Сәбізімізді де дәл солай турап аламыз. Барлығын міне турап алдық. Сосын капустамызды де турап аламыз. Достар, өте оңай, жылдам дайын болатын тамақ. Сіздер жасап көріңіздер. Өте пайдалы тамақ. Овощной тамақ, борщ. Бәрін турап алдық. Енді жаңа қайнап тұрған сорпамызды сүзіп аламыз. Міне етіміз әдемі пісіпті. Бәрін сүзіп алып, сорпамызды тазартып аламыз. Жаңа мен сорпаға пияз салдым ғой, бірақ тағы да бір пиязды турап салып жібереміз. Сосын жаңа тураған көкөністерімізді саламыз. Помидорды де турап салып жібереміз. Сорпаға салған помидорды. Міне дайын болды. Өте әдемі қайнап жатыр. Переправа саламыз, универсал. Сосын тұз саламыз. Тағы да қайнатып аламыз. Картошкамызды саламыз. Сорпамыз өте әдемі, прозрачный болып қайнап жатыр. Міне жаңа піскен етімізді де салдық. Оны да дәл осылай қайнатып аламыз. Сосын піскен соң барлығы капустамызды саламыз. Капустамызды де бір қайнатып аламыз. Капустамыз піскен соң жаңағы қызылшамызды теркадан өткізіп саламыз. Міне дайын болды борщымыз. Өте әдемі болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге үлкен рахмет. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарап, маған қолдау білдіргендеріңізге каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Үлкен рахмет.